Просто сөз Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бізде оқу сауаттылығынан кезекті вебинар. Оқушылардың өтініші бойынша алдыңғы сабақта біз мәтін түрлері қандай, нешеге бөлінеді, жалпы мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді жолдарын ұсынсақ, бүгінгі сабағымызда стильдер жайында тоқталатын боламыз. Есіңізде болса, сізге ескерткенбіз. Басында негізі оқу сауаттылығы пәнінде стильдерге байланысты сұрақтар болды, одан соң алып тасталынды. Енді соңғы жаңалықтарға сәйкес оқу сауаттылығында стильге байланысты сұрақтар болады. Сондықтан міндетті түрде осы стильдерді қайталап, қарап, керекті жерлерін түртіп алуыңызды сұраймын. Сонымен алдымен өзімді таныстыра кетейін. Мен Төребек Дана Нұрлыбекқызы, педагог эксперт. Оқу сауаттылығынан оқушыларды дайындадым және жақсы нәтиже көрсетті. Енді бірінші біздің вебинардың мақсаты бұл стиль түрлерін ажырату және мәтінмен жұмыс, яғни міндетті түрде бізде мәтінмен жұмыс болады, талдау жұмыстары жүргізіледі. Сонымен стиль дегеніміз не? Сіз білесіз, бізде стиль деген кезде мысалы біреудің киім кию стилі бар, біреудің сөйлеу стилі бар. Былайша айтқан кезде ол ерекшелік. Сол секілді қазақ тілінде де стиль деген дүние бар, стиль деген термин бар. Стильдер бізде жалпылама айтқан кезде екіге бөлінеді: ауызша және жазбаша стиль. Ауызша стильге ауызекі сөйлеу стилін жатқызатын болсақ, ал жазбаша стильге қалған төртеуі: көркем әдебиет стилі, ғылыми стиль, ресми қағаздар стилі және публицистикалық стильді жатқызамыз. Енді ауызекі сөйлеу стиліне біз диалог, монолог, полилог дегенді жатқызамыз. Бұл айтып отырғанымыз не екенін қазір міндетті түрде толығырақ тоқталатын боламыз. Ең алғашқы стиль түрі бұл бізде ауызекі сөйлеу стилі дедік, иә? Ауызекі сөйлеу стилінің ерекшеліктері қандай? Қолдану аясына не жатады? Оны қай кезде қолданады? Қандай сөздерді қолданамыз немесе қандай сөздерді қолданбаймыз? Осы жайында толығырақ айтатын боламыз. Сонымен ауызекі мәтіннің сипаттары. Ауызекі мәтіннің сипаттарының ең негізгісі бұл емін-еркін. Былайша айтқанда, сізбен біз сөйлескен кезде, немесе сіз досыңызбен сөйлессеңіз, сіз бір мұғаліммен сөйлескенде, ата-анаңызбен сөйлескен кезде емін-еркін қарым-қатынас жасай аласыз, яғни сөйлесе аламыз. Сонымен қатар бейресми бір белгілі бір жағдайға тәуелділік, мысалға досыңызбен сіз түрлі тақырыптарда сөйлесе аласыз. Эмоционалды сөздер, міндетті түрде ауызекі сөйлеу стилінің негізі бұл эмоционалды сөздер, яғни эмоцияға берілеміз, қуану, күлу, ренжу деген секілді түрлі эмоциялар білдіріледі. Сөйлеуді дараландыру және тілдік құралдарды даярлықсыз қолдану. Ол даярлықсыз қолдану деп отырғанымыз, мысалы жаңада айтқандай, досыңызбен сөйлескен кезде алдын ала бүйтіп дайындалып бармаймыз ғой. Сол кәдімгідей қарапайым емін-еркін сөйлесе береміз. Сондықтан бұл нәрсені біз тілдік құралдарды даярлықсыз қолдану деп атаймыз. Ауызекі мәтіннің сипаттары қандай? Ауызекі мәтіннің сипаттары бұнда көбінде толымсыз сөздер қолданады. Толымды сөздер деген бұл ойға қатысының бүкіл мүшелері қатысады. Мысалға айтқан кезде сен Алматыдан келдің бе дегеннің орнына Алматыдан келдің бе десе, бұл толымсыз сөйлем болады. Яғни сен дегенді айтпады. Диалект сөздерді қолдану мүмкін, немесе сұраулы сөздерді қолдану мүмкін, қайталама сөздер нақтылау үшін бір нәрсені, қаратпа сөздер қолдану мүмкін. Бұның барлығы ауызекі мәтіннің сипаттарына жатады. Келесі, ауызекі сөйлеу стилінің негізгі қызметі қандай? Ауызекі сөйлеу стилінің негізгі қызметі бұл қарым-қатынас жасау. Біреумен қарым-қатынас жасау, сөйлесу, әңгімелесу, бұның барлығы ауызекі сөйлеу стилінің негізгі қызметі болып табылады. Сонымен қатар бұл жалпылама айтқан кезде өте кең таралған стиль, функционалдық стиль, тұрмыста, отбасыда, кәсіпте, өндірісте, бейресми қатынастарда адам емін-еркін қарым-қатынасқа түседі. Және ауызекі сөйлеу стилі өте функционалды стильдерге, әсіресе ауызекі түрлеріне ықпал жасайды. Ол баяндама, дәріс немесе пікірталас болуы мүмкін. Құрметті оқушылар, біз бүгін стильдерді нақтылап әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз.
әрқайсының ерекшеліктері қандай, қолдану аясы қандай, нелер жататындығын міндетті түрде ашып айтатын боламыз. Сондықтан керек жерлерін міндетті түрде жазып алыңыздар. Жаңа жоғарыда байқасаңыз, ауызекі сөйлеу стиліне біз полилог, диалог, монолог жатады дедік, иә. Ең бірінші ауызекі сөйлеу стилі диалогқа құрылады. Диалог бұл екі адамның сөйлесуі, әңгімелесуі, қатысушы екі адам болады. Бұл жерде интонация ерекше қызмет атқарады. Ал келесі бір түрі бұл монолог, бұл адамның ішкі ойы немесе бір адамның көпшілікке айтатын сөзі, бұл монолог болады. Оған баяндама жатқызсақ болады, дәріс немесе консультацияны жатқыза аламыз. Келесі ауызекі сөйлеу стилінің екінші бір түрі оның эмоциялылығы дедік. Яғни біз сөйлесу барысында түрлі эмоцияға бой алдырамыз. Бұның барлығы ауызекі сөйлеу стилінің ерекшелігі. Мысалға, көбірек сөйлеп кетті ғой деген кезде бір шамалы эмоция білінеді. Немесе мылжыңдап кеттің ғой десе, бұл да бір эмоцияның қатаң түріне жатқызылады. Сондай-ақ ауызекі сөйлеу стилі бұл жерде сөйлеу стилінде міндетті түрде қыстырма, қаратпа сөздер, одағайда эмоция, пах, шіркін деген секілді түрлі сөздер жиі қолданады. Айналайын-ау, сен түсінеді деп айтып отырмын деген кезде айналайын-ау, сондай-ақ сыйлау, құрметтеу, кішірейту, еркелету секілді амал тәсілдерді көбірек пайдаланады екенбіз. Ауызекі сөйлеу стилінің тағы бір ерекшеліктері бұл бізде эпитет, метафора, гиперболаны қолданамыз. Мысалға, теңеуді де қолданамыз. Теңеу ол бір нәрсені біреуге ұқсату, теңеу. Дайдей деген қосымшалар арқылы жүзеге асады. Мысалы, өгіздей біреу алдымнан шыға келді. Өгіздей деген бұл теңеу. Яғни ауызекі сөйлеу стилінде осындай бізде теңеу, эпитет, гиперболалар қолданады екен. Көркемдегіш құралдар қолданылады. Ауызекі сөйлеу стилінде сұраулы лепті сөйлемдер болады, диалогқа құрылады дедік, және автоматты түрде дайындықсыз болады, дайындықсыз айтылады. Еркін болады, және ауызекі сөйлеу стилінің тілдік құралдарына біз жергілікті сөздер, қарапайым сөздер, диалект, толымсыз сөйлемдерді жиі қолданады. Әңгімелесу, сұхбаттасу, дауласу, баяндама немесе лекция түрінде жүзеге асады. Және оның ауызекі сөйлеу стилінің мақсаты бұл қарым-қатынас жасау. Екінші стиль әдебиеттегі стиль бұл көркем әдебиет стилі деп аталады. Егер сіз әдебиетке жақын болсаңыз немесе шығармаларды көп оқыған болсаңыз, көркем әдебиет стилі сізге өте таныс. Неге олай? Мысалға, әдебиетті оқыған кезде бір жазды сипаттау үшін автор түрлі теңеуді, эпитетті, метафора, гипербола, түрлі көркемдеуіш құралдарды қолданады. Бір ғана жаз дегеннің өзінде бір кітаптың бір бетінің өзі сол жаз туралы болуы мүмкін. Бұл бізде көркем әдебиет стилі. Яғни, көркем әдебиет стилінің мақсаты шынайы өмір шындығын суреттеу, бүкіл зат құбылыстарды бейнелеу арқылы оқырманның сезіміне әсер ету. Оқырманның сезіміне әсер ету, көз алдына сол нәрсені елестете алса, бұл бізде көркем әдебиет стилінің мақсаты болады. Көркем әдебиет стилін қолдану аясы жоғарыда айтқанымдай әдеби туындыларда көп кездеседі, шығармаларда көптеп кездеседі, және образды мәндегі қолданыс эмоционалды, экспрессивті болады. Бұл жерде де ауызекі сөйлеу стилі сияқты эмоция басымырақ болады, түрлі теңеу, көркемдеуіш құралдар көптеп кездеседі. Сондай-ақ тілдік амал тәсілдер көбінде сөздер тура мағынасында емес, ауыспалы мағынада қолданылады. Көркемдегіш, бейнелеуіш, суреттеме, метафора, метонимия, антитеза құралдары еркін қолданады. Және шығарманы барынша шынайы беру үшін диалект, кәсіби немесе ауыспалы мағынадағы бейнелі сөздерді қолданады екен. Әрбір жазушының өзіндік стильдері болады. Бір жазушы амал тәсілдерін, мысалға, көркемдеуіш құралдарды басқаша қолдану мүмкін. Сондықтан бұл жерде бұның барлығы көркем әдебиет стилінің ерекшелігі болады. Сондай-ақ әсерлі суреттемелер, зат құбылысты шебер бейнелейтін сөздерді қолдану, түрлі мәселелерді қозғау, ол қоғамдық мәселелер, саяси мәселелер болуы мүмкін. Ақын жазушы шеберлігімен, стильдік ерекшелігімен астасып жатады. Және қосымша бір рең, тың бояу осы көркем әдебиет стилінің бір ерекшелігі. Көркем әдебиет стилінде фразеологизмдер, яғни тұрақты тіркестер,
мақал мәтелдер, амонимдер, синонимдер әсіресе көбірек кездеседі. Қанатты сөздер, идиомалар, бұның барлығы осы көркем әдебиет стилінің ерекшелігі. Келесі, қолданылатын орны көркем шығармаларда жазбаша көпшілік алдында, бұл ауызша түрі. Мақсаты шындықты, зат құбылыстарды бейнелеу арқылы оқырманның сезіміне әсер ете алса, бұл көркем әдебиет стилінің мақсаты болмақ. Сізбен біз ауызекі сөйлеу стилі мен көркем әдебиет стилін айттық. Келесі стиль түрі бұл ғылыми стиль. Аты айтып тұрғандай, ғылымда қолданылатын негізгі терминдер болатын болса, бұл ғылыми стилінің ерекшелігі. Мысалға, қазақ тілінде алсаң, фонетика деген сөзді алсаң, фонетика бұл тілдің дыбыстық жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Бұл ғылыми стильге жатады. Себебі бұл жерде нақты термин бар. Термин беріп болғандықтан бұл бізге ғылыми стиль. Ғылыми стиль зат немесе құбылысты ғылыми негізде сипаттайды, дәлелдеуді қажет ететін стильдің бір түрі. Міндетті түрде нақтылық болу керек, дәлдік болу керек, логика болу керек. Бұл ғылыми стиль. Бұл жерде тіл нормасы қатаң сақталады. Есіңізде болсын, тіл нормасы қатаң сақталады. Бұл жерде көп мағыналы сөзді біз көп қолданбаймыз ғылыми стильде. Және бір сөздің белгілі бір анықтамасы арқылы қолданылады. Белгілі бір анықтама деген, жаңа фонетиканы айттым ғой. Фонетика дейді, оның анықтамасы беріледі. Бұл ғылыми стильге жатады. Бұл жерде көп мағыналы сөз болмайды, тіл нормасы өзінің орнымен қолданылады. Сонымен қатар сөздің мағынасын ашу үшін де ғылыми стиль қолданылады. Қазіргі таңда ғылым даму үстінде, сол себепті күннен күнге жаңа ғылыми сөздер пайда болуда. Жаңадан ғылыми сөздер біздің терминдігімізге енуде. Ғылыми стильдің ең бір негізгі маңызды жанры бұл бізде ғылыми мақалалар. Ғылыми мақала жатады. Мақаланың еркіндік сипаты материал мазмұнның құрылымынан, мәтіннің логикалық ұйымдасу, коммуникативтік мүшелену тәртібінен, тақырыпты таңдауынан көрінеді дейді. Былайша айтқан кезде бізде ғылыми мақалаларды да терминдердің көмегімен жүзеге асады, нақтылық, дәлдік, дәлелдеу қажет етеді. Және ғалымдар мақаланың 7 түрін көрсетеді. Бұл енді қосымша ақпарат ретінде деректерді ықшам баяндау, ғылыми нәтижелерді кең баяндау, ғылыми әдістемелік мақала, тарихи ғылыми мақала, теориялық мақала, пікірталастық немесе жарнамалық мақалаларды жатқызамыз. Сондай-ақ ғылыми стильге монография, оқулық, мақалалар түрлі, ғылыми есеп, диссертацияны жатқызуға болады, патенттер, рефераттар, баяндама, бұның барлығы ғылыми стиль. Ғылыми стиль негізінен халықтық әдеби түрде жазылады. Бұл стильді қазақ елінің қайталанбас дарын иесі Мұхтар Әуезов қолданған. Ол қалай? Мысалға, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы бұл негізінен ғылыми стильге жатады. Яғни бұл зерттеу еңбегі болып табылады. Сондай-ақ бұл жазушының шығармаларынан бөлек ғылыми стильді Пушкин, Лермонтов немесе Белинский еңбектерінен де байқауға болады. Яғни бұл еңбектерді біз ғылыми бағытта жазылған зерттеу еңбегі десек болады. Келесі стиль. Стильдің 4-ші түрі бұл публицистикалық стиль деп аталады. Публицистикалық стиль, публика деген сөзге мән беріңіз. Бұл көпшілік, бүкіл халық, әлеумет деген мағына білдіреді. Публицистикалық стильдің негізгі мақсаты ол біреуді бір іске үндеу, шақыру. Мысалға, бір мақала оқыдыңыз, мақала тіл туралы. Ең соңында, мақаланың соңында біз сауатты болайық, тілімізді көркейтейік деген бір мақала оқитын болсаңыз, дәл осы нәрсе бізді бір іске шақырады. Осыны біз публицистикалық стиль деп айтамыз. Яғни, қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді талқылау деген ұғымда жұмсалады екен. Бұл публицистикалық стиль. Жазбаша түріне газет, журналдар, мақала, очерк, яғни бұқаралық ақпарат құралдарын жатқызамыз. Ауызша түріне шешендік сөздерді жатқызамыз. Жоғарыда айтқанымдай, ең негізгісі бұл жұртқа үндеу, бір іске шақыру, үгіт айту үшін қолданылатын стильдің түрі. Келесі саяси, экономикалық, экологиялық, мәдени, моральдық мәселелерді қозғайды. Енді бұқаралық ақпараттық құралдар болғаннан кейін былайша айтқанда барлық салалардағы күрделі мәселелерді қолдап
күрделі мәселелерді айтып сол бір іске үндейді, шақырады. Үгіттеудің, үндеудің мақсаты жұртшылықты қоғамдық мәні бар іске қатыстыру, жұртшылықтың санасына ықпал ету, яғни әсер ету, бір кісіні шақыру, іске шақыру екен. Публицистикалық стильдің жазбаша түрі мерзімді баспа сөз, ауызша түрі жоғарыда айтқандай радио, теледидар хабарлары, деректі киноны жатқызамыз. Жанрлық түрлеріне мақала, ақпараттық хабар, очерк, халықаралық шолу, репортаж немесе интервьюді жатқызамыз. Сонымен, публицистикалық стильдің ең негізгісі бұл репортаж. Репортаж бұл тікелей жеткізу деген мағынаны білдіреді. Баспа, радио, теледидарға сол оқиғаның орнынан берілетін ақпарат. Сол оқиға орнынан берілетін ақпарат, әңгіме бұл репортаж. Репортаж оқиға болған жердің топырағында туады, яғни сол жерде болады деген сөз. Бұл оқиғаның өзі. Бұның ерекшелігі өткен оқиғаны емес, тура сол уақытта болып жатқан оқиғаны баяндайды және суреттейді. Публицистикалық стиль тілдің екі қызметін атқарады. Бірі хабар беру болса, екіншісі бұл ықпал ету. Яғни ақпарат беріп қана қоймай, адамға ықпал ете алса, әсер ете алса, бұл публицистикалық стиль болады екен. Және стильдеріміздің соңғы түрі ресми іс-қағаздар стилі. Біздің елімізде жалпылама толтырылатын құжаттардың барлығы ресми іс-қағаздар стиліне жатқызылады. Ресми іс-қағаздар стилінде эмоция болмайды, оған алдын ала дайындалмай қалай болса сөйлеуге, қалай болса солай жазуға болмайды. Ол жерде толымсыз сөйлем, диалект, көнерген сөздер, архаизм, историзм, тағы не бар қазақ тілінде, табу сөздерді біз ресми іс-қағаздар стилінде қолдануымызға мүлдем болмайды екен. Яғни бұл жерде ресми іс-қағаздар стилінің негізгі мақсаты нақтылық, дәлдік, және бұл жерде де логика. Былайша айтқан кезде бұл жерде белгілі бір шаблон болады, тек сол шаблонның көлемінде ғана жүзеге асады. Нақты өзінің сөздері бар, тағайындалсын, бұйырамын деген секілді өзінің сөздері бар. Мысалға, адамның жеке басына қатысты арыз, өтініш жазған кезде бұның барлығы ресми іс-қағаздар стиліне жатқызылады. Және бұл жерде нақтылықты айтамыз. Ресми стиль, ресми қатынастар аясында қызмет ететін стильдің бір түрі ресми құжаттар мен іс қағаздарының стилі деп аталады дейді. Бұл жерде енді қазақ тілінде лингвистикада қалай, морфологияда қалай, синтаксиста қалай, лексикада қалай екендігі, қалай қолданылатындығы айтылады. Лексикада ресми құжаттар мен іс қағаздарды тікелей қатысы бар сөздерді орнымен қолдану. Жаңа айтқандай көнерген сөздерді бейтарап, кітаби, әдеби сөздермен алмастыру керек болады. Морфологияда жалпылық мағына беретін сілтеу есімдіктері, анау мынау деген сілтеу есімдіктерін қолданбайды. Синтаксисте сабақтас құрмалас сөйлемдер себеп, салдар, мақсат, шарт бағыныңқылы көбірек жұмсалуына мүмкіндік беру. Мысалға, мен мынандай күні жұмысқа бармадым, себебі менің мына арыз жазу себебім деген секілді нақты бір себебін, мақсатын, салдарын көрсетеді. Және қыстырма конструкцияларды қолдануды дағдыға айналдырмау керек. Принциптердің сақталуы бұл стильдің ерекшелігін айқындай түседі. Іс-қағаздардың мынадай түрлері бар. Бұл енді адамның жеке өзіне қатысты, мекемелерде қатысты деген секілді. Мысалға, мекемелердің, ұйымдардың қызметтік үлестіретін құжаттарына бұйрықты жатқызамыз, ережені жатқызамыз, нұсқау, хаттаманы жатқызуға болады, хабарландыру немесе мінездеме бұл мекемелерге қатысты құжатқа жатады. Екінші, бұл мекемелердің өзара қарым-қатынасын үйлестіретін құжаттар. Бұл қызметтік хаттар, қатынас қағаздары, келісімшарттар немесе шағымдарды біз екіншісіне жатқызамыз. Және үшіншісі бұл жеке адамдардың өзара алыс-беріс, яғни тек бір адамға қатысты, жеке адамға қатысты құжаттарға, іс реттейтін құжатқа біз өтініш, өмірбаян, түйіндеме, келісімшарт, сенімхат, тілхат, қолхатты жатқызамыз. Мысалы, тіпті түйіндеме жазған кезде де оның белгілі бір шаблоны бар. Аты, жөні деген секілді өзінің бір нақты жетістіктері, тәжірибесі деген секілді нақты бір шаблон беріледі. Осы шаблон бойынша біз ресми іс-қағаздар стиліне толтырады екенбіз. Яғни бұл жерде эмоция болмайды, артық сөздер болмау керек, нақты шаблон болады. Ресми іс-қағаздар стилінің мақсаты бұл бір нәрсені хабарлау, ақпарат беру, анық мәлімет беруге
мақсаты болып табылады. Қолдану аясы жоғарыда айтқандай іс қағаздар стилінде, бір нұсқау хаттарда, кеңсе жеке қызмет құжаттарында жатқызылады, және ресми ақпараттық, есептік, дәлдік, нақты бұл ресми іс қағаздар стилінің сипаты. Тілдік амал тәсілдеріне кітаби, ресми сөздер, тіркестер, хабарлы сөйлемдер және дайын тіркестер мен терминдерді айтамыз. Қызығы ресми іс қағаздар стилінде нақты бір шаблон бар дедік, және нақты бір сөздер қосылады. Ол деген тағайындалсын, міндеттелсін, осы анықтама берілді, қаулы етеді, жарлық етеді, түсініктеме сияқты сөздер қолданылады ресми іс қағаздар стилінде. Сондай-ақ кейбір сөздердің орны ауыстырылады. Мысалға, адам деген сөз ресми құжаттарда азамат, жолдас деген, немесе телефон станциясында десе абонент, ательеде деген бұл заказ беруші, шаштаразда клиент, ауруханада науқас деп айтамыз, санаторийде демалушы дейміз, тынығушы деп айтамыз, немесе транспортта жолаушы дейміз. Мысалға, Қазақстан Республикасының азаматы деген тіркестерді өзіңіз естіп жүрген боларсыз. Бұл бізде кейбір заттың, ұғымның орнына нақты бір терминдерді, нақты бір сөздерді қолдану ресми іс қағаздар стиліне тән. Сонымен, құрметті оқушылар, қайта еске саламын, бізде стиль 5-ке бөлінеді. Ең алғашқысы ауызекі сөйлеу стилі. Ауызекі сөйлеу стилінде эмоция бар, ешқандай дайындалмаймыз, қалай бар солай сөйлесеміз. Ол жерде нақты шаблон жоқ, не айтамын, қалай сөйлеймін, алдын ала дайындаламын ба деген сияқты болмайды. Толымсыз сөйлемдерде қолданады, диалектінде қолданамыз. Өзің қалайсың солай сөйлеу, бұл ауызекі сөйлеу стилі. Екіншісі көркем әдебиет стилі. Көркем әдебиет стилі сіз бен біз оқыған кітаптардың стилі. Ұзыннан ұзақ бір нәрсені теңеу, метафора, метонимия секілді түрлі көркемдегіш құралдарды қолданып, бір нәрсені ұзақ сипаттап, сіздің көз алдыңызға сол нәрсені көрсететін болса, елестететін болса, бұл көркем әдебиет стилі. Көркем әдебиет стилінде эмоция басым, эмоцияға ерік береді адам. Бұл жерде көнерген сөздерді қолдануымызға мүмкін, қыстырманы да қолдана аласыз, қаратпа сөздерде болуы мүмкін. Бұлайша айтқанда ауызекі сөйлеу стиліне ұқсайды, бірақ оған қарағанда көркем түрде жеткізіледі. Үшінші, бұл мысалға ресми іс қағаздар стиліне айтсақ болады. Ресми іс қағаздар стилінде бәрі дәл, нақты шаблонмен, нақты сөздер тағайындалсын, орындалсын, қаулы етеді, жарлық етемін деген сөздер арқылы жүзеге асады. Одан соң бізде ғылыми стиль деді. Ғылыми стиль бұл нақтылықты талап етеді дедік. Публицистикалық стиль бұл көпшілікке арналған, және публицистикалық стильдің негізі бұл бір нәрсеге үндеу, яғни бір істі жүзеге асыруға, бір іске шақырады. Бұл публицистикалық стильдің негізгісі. Публицистикалық стильге көбіне бұқаралық ақпараттық құралдары жатқызылады екен. Құрметті оқушылар, стиль бойынша сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне немесе кураторларыңызға жазсаңыздар болады. Енді біз вебинардың соңында міндетті түрде сіздермен мәтін талдап көрсек. Бұл бізде мәтін ұлттық бірыңғай тестілеуде оқу сауаттылығында келетін мәтін. Сондықтан мұқият болыңыз, өте қызықты мәтін. Ертеде патшаның 2 қызы болыпты. Патша 2 қызын да жақсы көріп, қолынан келгенше оларды ештеңеден қақпай, қалағандарын жасап, айтқандарын екі етпеуге тырысады екен. Дегенмен де өсе келе үлкен қызының мінезі өзгере бастапты. Ол үнемі мұңайып, бақытсыз кейіпте жүретін болыпты. Бір күні білімді бір адам патшаға қонаққа келіпті. Патшаның қайғылы түрін көріп себебін сұрапты. Патша: сұрама, күлмейтін бір қызым бар, дертін ешкім білмейді дейді. Патшам, рұқсат етсең сарайыңызға қонақ болайын, мүмкін қызыңыздың қайғысының себебін табармын дейді жолаушы. Патша қуана рұқсат етті. Сонымен, сол күннен бастап саяхатшы 2 қызды патша рұқсатымен жасырын аңдай бастапты. Қараса, екеуі түнде жатар алдында жастықтарының астынан бір дәптер шығарып, бір нәрселерін жазып, таңертең жазғандарын оқып, орындарынан тұрады екен. Саяхатшы бір күні қыздар ұйықтағаннан кейін дәптерлерін алып оқыса, кіші қыз өзіне жасалған жақсылықтарды, ал үлкен қыз тек болмашы әділетсіздіктерді жазыпты.
Ертеңінде саяхатшы кіші қыздан рұқсатын алып, оның дәптерін үлкен қыздың жастығының астына қояды. Таң атысымен патшаның үлкен қызы жастық астынан дәптерді алып оқиды. Сарайдағылар екеуіне де бірдей қарағандықтан ол дәптерде жазылғандарды жатырқамапты. Өзіне жасалған жақсылықтары есіне түсісімен жүзі жадырап, қуанғаннан ән сала бастапты. Патша үлкен қызының қуанғанын көріп, өз құлағымен көзіне өзі сенбепті. Бірден саяхатшыны шақырып, бұны қалай жүзеге асырғанын сұрапты. Саяхатшы: патшам, өмір айна сияқты. Оның жақсы жақтарын ойласақ, бізге әдемі көрінер. Сіздің үлкен қызыңыз өмірінің жаман жақтарын ойлағаны үшін бақытсыз болған, деп жауап береді. Патша үлкен қызын шақырып, оған енді дәптеріне тек жақсылықтарды жазуға кеңес беріпті. Сол күннен бастап патшаның екі қызы, мына жерде көрінбей қалыпты, бақытты өмір сүріпті. Бұл өте керемет мәтін. Патшаның екі қызы туралы. Енді сұрақ мынандай: кіші қызы неге бақытты еді? Патшаның екі қызы болды дедік, бірі бақытты, бірі бақытсыз. Ол нәрсе неге байланысты еді? Өзінің көркіне көзі тойды ма, әлде ақылдылығына сенімді ме, немесе өзіне жасалған игі істерді ойлай ма, әкесі қатты еркелетеді ме бұл қызды, немесе патша бетінен қақпайды ма? Кіші қызы неге бақытты еді? Жауабы: өзіне жасалған игі істерді ойлайды. Үлкен қызы тек жаман жақтарын көретін болса, ал кіші қызы сарайдағы бір жақсылықтарды, қуаныштың барлығын өзінің дәптеріне, күнделігіне жазып жүреді екен. Патшаның үлкен қыздың дертке шалдығуының себепшісі кім? Өзі ме, сіңлісі ме, сарай қызметшілері ме, саяхатшы ма, әкесі ме? Әрине, бұл жерде дертке шалдығушының негізгі себебі ол өзі. Және үшіншісі, мәтіннің стилі қандай? Тура бүгінгі тақырыбымыз 5 стилінің қайсына жатады? Ауызекі сөйлеу стилі ме, көркем әдебиет стилі ме, ресми қағаздар стиліне жата ма, публицистикалық стильге жата ма, немесе ғылыми стильге жата ма? Бұл жерде мәтіннің стилі көркем әдебиет стиліне жатқызылады екен. Құрметті оқушылар, осымен менің сабағым өз мәресіне жетті. Міндетті түрде қайталап, стиль түрлерін, керекті жерлерін өзіңізге түртіп алуыңыз керек. Алдағы уақытта пробныйдан жақсы балл алуларыңызға тілектеспін. Міндетті түрде грант иегері атаныңыз. Сізге сәттілік. Сабағымды осымен аяқтаймын. Сау болыңыздар.